Пайғамбарымыз Миражға шыққанда Муса алейхиссалам пайғамбарымыз менен жолығып, Алла Таала пайғамбарымыздың үмметіне 50 уақыт намазды парыз қылған. Анан Муса алейхиссалам менен жолыққанда екеуінің ортасында Муса алейхиссалам өлген. 1000 жыл мұрын өлген пайғамбарымыз. Муса алейхиссалам ешкім азыр мына біздей болып тірі жүреді дейді. Қадимкідей шу өлгендердің қануны менен өлген. Өлік адам қандай болса шонтип өлүшкөн да. Муса алейхиссалам өлген адамдардың қатарында, біздің пайғамбарымыз тірілердің қатарында. Екеуінің ортасында барлашу болып атады, сүйлешіп атады бири-бири менен. Муса алейхиссалам пайғамбарымызға айтып атады: 50 уақ намаз үмметіңе оордық қылады. Мен үмметімді тажирбалап көргөнмүн. Сен Алладан сұран, үмметіңе жеңілдік қылсын, намаздың азайышын сұран деп Муса алейхиссалам өлік Муса алейхиссалам пайғамбарымызға кеңеш беріп, эми ошол өлүк эле адамдардын пайдасынын сизге тийгенин карасаңыз, Муса алейхиссаламдын кеңеши менен пайгамбарыбыз Алладан соранат. Улам 5тен азайтып, 5тен азайтып, 10дан азайтып, намаз этегинде 5ке түшөт да. Ана Муса алейхиссалам айтты: "Дагы сура, 5тен да азайсын" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен уялып калдым" деди. 50 уақыт намазды 5 уақытқа түшүрүүгө кеңеш берген шу өлгөн эле Муса алейхиссалам болгон. Муса алейхиссаламдын пайдасы өлгөн пайгамбардан пайдасы шундай экен. Сиз бүгүн 5 уақыт намазды зорго көп көрүп, эптеп окуп атабыз денди. Кудайым кабыл кылсын. Анан мындан дагы бир, бул мен чыгарган сөздөр эмес, бул хадисте келген сөздөр. Демек, өлгөн пайгамбардын Муса алейхиссаламдын бүтүн биздин үммөткө, пайгамбарыбыздын үммөтү болгон, жалпы ислам үммөтүнө кыяматка чейин чыга турган. Шунчалык пайдасы тийиптир 50 уақыттан 5 уақыт намазга түшүргөн.